әрбір адамның өзінің жүрегінде үздік болу деген бір ұмтылыс бар. Тар ойлағаннан кейін неше түрлі депрессиялар, мен қоғамға керек емеспін. Содан кейін көшедегі жаңағы бомждық нәрселер шығады. Алламен қарым-қатынас ол мұсылмандар бағалайтын қарым-қатынас та. Ал енді адаммен қарым-қатынас деген нәрсе бүкіл адамзатқа ортақ дүние да. Ата-анам үйлен деп жатыр дегендей тақырыптармен тез үйленеді. Бірақ мақсат әлі қойылған жоқ, ол мақсат емес. Енді мынандай пікір туындамау керек. Бізден де, көрермендерден де. Жұрттың бәрі иман болу керек деген. Жоқ. Бүкіл ғылымды неге Аллах Тағала ашты онда? Ашып берді бүкіл ғылымды. Бүкіл ғылымның артында Алла тұр. Неге? Өйткені қоғамға әрбір маманның, әрбір ғылымның қоғамда орны бар. Медицина керек, экономика керек, саясат керек, күллісі. Қазақстанға 19 миллион жомарт перішейіп керек емес қой мысалы. Яғни бәріміз иман болу шарт емес. Педагог кім болады сонда? Көше сыпырушының өзі. Бірақ әрқайсысы білу керек, осы қызметін істеп жатқанда адалдықпен елге, халыққа қызмет ету деген нәрсе, түсіндіңіз бе? Халыққа қызмет ету де исламның ұстанымы. Исламның ұстанымы, халыққа қызмет ету де исламның ұстанымы. Кешегі Қонаев атамыздың әдемі сөзі бар ғой, менімен көшені сыпырып жүрген тазалықшы кісінің бір-біріміздің жағындай екеуміздің де мақсатымыз, міндетіміз халыққа қызмет қылу. Айырмашылығы жоқ. Мен де халыққа қызмет етемін, ол да халыққа қызмет етеді. Андай өзіңнің қызметіңнен имам болу деген нәрсеге қарай өтіп кетейін деген жоқ. Бісміллә, жақсы оқитын балаңызды исламға да беріңіз. Жақсы оқитын балаңызды қоғамның пайдалы саласына да жіберіңіз. Яғни осылайынан тәрбиелеңіз. Бірақ сол балаңның негізгі фундаментін, өзі Құранда Аллах айтады, фундаменті тақуалықпен қаланған деген. Кешегі алаштықтардың бәріне қарасаңыз, бәрі ауыл молдасының алдынан шыққан. Сұлтан Махмудтар Құранның тең жартысынан көбін жатқа білгендер. Аталарымыз қараңыз. Али ханыңызда бас күллісінің фундаменті немен қаланды? Дінмен қаланды. Діннің негізі жағы, Сырым бауырымыз айтқандай, принциптарын дұрыс түсінген, ұлтқа қызмет ету бұл жағында иманның мінезден екендігін, бағанағы нәрсенің бәріне келіп отыр, көрдіңіз? Сондықтан олар шынымен де бұл елдің қамын жеген, уайымдаған адамдарға айналды. Біз де ертең қоғамға жақсы азамат өсіріп шығарып берейік десек, онда оның бірінші адамгершілігін, жаңағы діннің құндылықтарының ұсынған. Осы біздің қазақи құндылықтарымыздың фундаментінің барлығы дінімізде тұр ғой, исламда болды. Соның барлығын қазақ құндылықтарымыз сол жақтан суырып алып қалыптасты. 12 ғасырдан бері бізге бұл кәдімгі дәстүр болып, бізге бұл салт болып еніп кетті. Тіпті ажырата алмай қалдыңыз. Әрбір даналық сөздің астын қазсаңыз хадис шығады. Әрбір мақалдың астын қазсаңыз аят пен хадис шығуы мүмкін. Сондықтан хадис ғұрпымыз, сүннет салтымыз деп жүрген қазақпыз ғой. Яғни адамға мысалы бір кәсіпке, жұмысқа икем болса, ол ұнайтын болса оған кез келген мысалы көп салалар бар ғой. Соған икем болатын болса, желаниясы болатын болса, соны таңдау керек, Өте әдемі нәрсені қозғадыңыз. Қараңыз, Аллах Тағала біздерді, адамзаттарды, білесіз ба, тілдеріміз бір-біріміз ұқсамайды. Яғни өзге тілдер көп қой. Шәкіл дейміз ғой, бейнелеріміз ұқсамайды. Ақпыз, қарамыз, сарымыз, қызылмыз. Осы секілді қабілеттерді бір-біріне ұқсатпай жаратқан. Қабілет деген нәрсені де шәкіл деп атайды, шәкелі деп. Енді ол негізгі аудармасын жаңа біздің қоғамға қарай алып аударып жүргеніміз ол бейнесі ғой, бейнесі. Қабілет жаңағы өзіңіздің бір салаға икеміңіздің болуы ғой. Әркімді белгілі бір салаға икемдеп жаратады Аллах Тағала. Бір қызығы ше, мен қосып жатайын деп отқаным, анау осы нәрседе Алла Тағаланың құдіретін байқауға болатын нәрсе, мынау жануарларға бізге мысал қылып қабілеттерін сыртына көрсетіп қойған сияқты да. Яғни балық суда жүзеді, құс аспанда ұшады, немесе анау жираф ағаштың басындағыны жейді, маймыл ағашқа шығады, зебра шапқылайды деген сияқты. Зебра неге ағашқа шықпайды, маймыл неге суға түспейді деп айтпайды ғой ешкім енді. Ал енді адамның қабілеттерін сырт көрінісінде адамның бәрі бірдей. Бәрінің екі көзі бар, екі құлағы бар, екі қолы бар. Олардың қабілеттері ішіне сақ қойған да. Тура жануардың бір әртүрлі әрқилы болған сияқты, адамның да қабілеттері ішінде әртүрлі әрқилы бар екен. Яғни әркім өзінің сол қабілетін сезініп біліп алу керек та. Сол қабілетің арқылы сен қоғамға пайда тигізесің. Ал ол қабілет қай жақтан ашылады? Оны кім ашып береді деген кезде, кешегі Ыбырай аталарымыздың уайымы сол болған. Кешегі Ыбырай аталарымыз мектепке барып, балаларға сабақ беріп, не үшін дейсіз? Балаларға тек қана білімді беріп, көзін ашып қана қою емес, оқи алады екенсің деген мақсат үшін жұмыс істеген жоқ. Әр баламен жеке жұмыс істеп отырып, мұғалімнің де биік мақсаттары шықты ғой. Алдына келген баланың 11 жылда, 10 жылда қабілетін оятып,
11 жылды біткен кезде оқушым, сенің бойыңда осы салаға қабілетің мықты. Ата-анасына да мен 10 жыл бойы сынадым мына баланы дегендей. Көрдіңіз? Абай атамыздың сөзі осы жерде өте маңызды ғой. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді да. Яғни ол сенің қаланатын орның бар да кірпіштің. Өзі мозаика деген сияқты нәрсенің нелері бар ғой, тесіктері келетін. Сол сияқты сен қандай кірпішсің, сен өзіңнің орныңды іздеуің керек та. Бізде өкінішке орай алда кім танымал болып кетті, кімнің аты шықты, соған қарайды да барлығы бір тесікке кірпіш болып қаланғысы келеді ғой. Ал ол сенде бір кірпіш кетігін тап деген сөз, кетігін ізде дейді да. Кетік деген жаңағы тесік нәрсе ғой. Кетігін өзіңнің қаланатын жерің бар дейді да, өзіңнің қабілетің бар, сен күш жағынан мықты шығарсың, сен экономика жағынан мықты шығарсың, сен міндетті түрде имам бол, сәл бір нәрсе қазір қай нәрсе тренд, бізде өкінішке орай осындай нәрсе бар. Біз енді жаңағы отарлықтан шықтық дегеннен болып жатқан дүние деп ойлаймын. Бұл жерде мәселе діннің де немесе дінсіздіктің де проблемасы емес. Бұл өзі кез келген отар елдердің, қанша жыл отаршылықта болған елдердің деколонизация деген бір кезеңі болады. Яғни осы отаршылықтан шығу уақыты болады. 8 жыл ма? Кем дегенде енді орта. Біз 300 жыл орыстың отарлығында болдық қой. Бізде соңғы 70 жылдың өзінде, оның алдағы 300 жыл бар, соңғы 70 жылда көп өзіміздің арамыздан тұлғаларды шығарған жоқ. Мысалы 20 ғасырға қарасаңыз, 20 ғасырда қазақтың ең мықты тұлғалары кім деп сіздерден сұрасам, сіздер барлықтарыңыз осы әуезовтерді барлығын айтасыздар ғой, бірақ олардың көбісі ақын жазушылар, дұрыс па? Ғылыммен айналысқан қанша адамды білесіздер? Әлкей Марғұлан бар, жарайды. Қаныш Сәтбаев бар. Тағы кімді білесіздер? Евней Бөкетов бар енді. Оны таныса таниды. Әлкей Марғұлан мен Қаныш Сәтбаевтан ары қарай ешкім білмейді да. Негізі олар бота да. Неге? Өйткені бізді отарлаған мемлекет, бізді отарлаған елдер мүмкіндігінше біздің мықтылардың тек қана сөзбен, өлеңмен, әңгімемен айналысқанын қалады да. Ғылыммен айналысқанын қалаған жоқ та. Біздің өзіміздің мемлекетіміздің дамығанын қалаған жоқ. Енді біз тәуелсіздік алған кезде бізге әр саладан мықтылар керек. Өкінішке орай біз әлі күнге дейін кімнің дәуірі жүріп жатыр, соның артынан еріп кетіп жатырмыз. Әншілер жақсы ақша тауып жатыр, көзге көрініп жатыр, оппа, балаңды әншілікке бер, кеттік, бәріміз әнші боламыз деген нәрсе болды да. Қазір әйтеуір Құдайға шүкір ететін нәрсе, осыдан 10 жыл бұрын адамдар әншілермен суретке қалай түссе, қазір Құдайға шүкір өзіміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдарымен солай суретке түсіп жатыр да. Нұрсұлтан ұстазбен, Нұрлан имаммен, жастар деген жапырылып, кәдімгі оларды біз әншілерден де үлкен тұлға қылып жатыр. Бұл өте қуанатын нәрсе. Енді осы сияқты ары қарай біздің осы мұсылманшылығымыз жан-жақтанып жатыр ғой. Енді мынау ұстаздарымызға, немесе мынау ғылым мәселесінде де осындай тұлғалар шыға бастаса, қандай адамдар елдің алдында танымал болып жатса, сол сала жақсы жұмыс істеп жатыр деген сөз негізі. Біз қатысып келген кезде. Бізде бұған дейін тек қана ойын-сауық халықтың арасында кең танымал болғандықтан ойын-сауықтың адамдары алдыңғы қатарда болды. Қазір енді имандылық деген нәрсе халықтың арасында кең тарап жатқандықтан иманды тұлғалар алдыға шығып жатыр. Енді біз енді ғылым даму керек, басқа десек, яғни сол саланың мықтылары шығу керек та. Сол кезде біз толық бір үлкен жақсы қауым болатын шығармыз деп ойлаймын. Нам наши друзья подарили крутейший девайс Laivo. Это не монитор, это интерактивная панель. Она имеет функцию сенсорного дисплея и высокий запас прочности. Сенсорный дисплей изготовлен из высококачественных материалов фирмы BOE и встроена технология нулевой склейки. Ее защищает 4-миллиметровое ударостойкое матовое стекло. Также Laivo может оставаться включенным сутками и не портиться, ведь срок службы 60 тысяч часов, и вам еще дадут 18-месячную гарантию. Операционная система Android и Windows. Для нашей команды это идеально подходит, чтобы проводить мозговые штурмы, сценарные разгоны и поиск креативных идей. Сами пользуемся уже несколько месяцев и вам советуем. Всю информацию оставлю внизу. Жаңағы сөзге әр қазақтың баласы, жалпы әр адам дейікші. Әр адам, әр жастар, әрбір көрерменіміз білу керек, ол өзінің осы қоғамның ішінде қажетті орны бар. Қажетсіз ешкім жоқ. Аллахтың жаратылысында артық нәрсе жоқ. Түсініңіз ба? Жаңағы Абай атамыз сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деді ма? Демек сенің қабілетің бар бір жақта оятатын, көтеретін, қоғамға пайдалы болатын. Содан осы нәрселерде кішкене аласа ойлағаннан кейін, тар ойлағаннан кейін, жаңағыдай неше түрлі депрессиялар, неше түрлі стресстер, мен қоғамға керек емеспін. Содан кейін көшедегі жаңағы бомждық нәрселер шығады. Адам өзін тастап жібереді мысалы. Тіпті кеше керемет адам болып өзін тастап жіберген. Қоғамда көп қой мысалдар мысалы. Сондықтан осының бәрі өзінің бойында қарым қабілетін халықтың қызметіне қарай дұрыс жұмсамаған кезінде, немесе өзінің қабілетін бағаламаған кезінде. Ислам керісінше сен қоғамға керексің деп үйретеді. Әркім қоғамға керек. Ибн Халдунның кітабы бар ғой. Өте бір мықты кітап.
неше жазылған мұқаддима деген кітап бар. Әлеуметтану саласында, социология. Ол жерде ол ондай бір қарапайым нәрселерді күшті етіп түсіндіріп береді да. Айтады, адам дейді, ол әлеуметтік құбылыс, жаратылыс дейді да, ол жалғыз болып өмір сүре алмайды дейді. Адам жалғыз өмір сүретін болса, ол басқа адамдардан қажеттіліктері бар деді. Мысалы, мұқтаждықтары бар. Мысалы, бір адам нан не деді, нан пісіреді, наубайханашы болады да. Оның мысалы ұнын сатып алатын, оған диқаншы керек. Содан кейін анау нанды неткеннен кейін салады ғой, қыш, ыдыстар. Соны жасайтын екінші адам керек дейді. Содан кейін оны жаңағы сатып алатын басқа адам керек дейді. Мысалы, сондай кез келген саланы алып қарайтын болса, біз адамдар бір-біріне керек, мұқтаж біз керек. Солай Алла тағала сол қоғамды солай жаратқан екен. Не үшін білесіз ба? Керемет даналығы бар осының. Аллах тағала неге бір-бірімізге осылай мұқтаждықпен жасады? Әркімнің қабілетіне мұқтажбыз. Неге бір адамның бойына бүкіл қабілет сыйламады? Жер бетінде миллиард қабілет болса, миллиард қабілет неге бір адам болса? Онда ол тәкаппар болатын еді. Түсіндіңіз бе? Сіз өзіңіз біреуге мұқтаж болып тұр, қалай тәкаппарланасыз? Өзіңнің қабілетіңізге бүйтіп мақтанып кетуге болмайды. Өйткені сен сол қабілетімен бүкіл өміріңе қажет нәрсені қамтамасыз ете алмайсың. Жаңағы наубайханашы мен керемет нанды тәтті қылып пісірем деп таңдай сый алмайды. Ол оған ұнды жасап беретін диқаншыға мұқтаж. Ол оған ыдысты жасап өзіңіз айтып отқандай адамға мұқтаж. Оны тіпті сатып алушыға мұқтаж. Бұл жерде бір мына нәрсені анық түсіне салу керек та. Бұны біздің көп жағдайда біз қазір ұлт деп айтып жатқанмен ұлттың зиялыларын терең оқып жатқан жоқпыз ғой, өкінішке орай. Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» деген кітабы бар да. Ол кісі, жаңа сіз теолог деп мен таныстырып жатсыз ғой, теологтың атасы сол кісі болған қазақта. Сол «Үш анық» кітабында Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» кітабында ол өзі айтады, бұл әлем себептерге құралған дейді да. Яғни ол кісі ислам тұрғысынан түсіндіріп жатыр ғой. Осы дүние себептер дүниесі. Мәселе, кейде мына қоғамда мындай сұрақ туындайды ғой, неге Алла тағала мысалы бір адамды былай бақытты қыла салмайды? Неге мына бір адамға үй төгіп бере салмайды? Бүкіл нәрсе бір еңбектемесең ақша таппайсың. Немесе жаңағы біреумен байланыс болмаса, тағы да болмайды деген сияқты, өзіңде болмайды ол қабілет. Неге? Өйткені Алла тағала бізді жаратты, біз жаратылыспыз. Алла жаратушы. Оның кемел сипаттарын тану үшін біз өзіміздің кемел емес, өзіміздің мұқтаж сипаттарымызды түсінуіміз керек та. Сол кезде оның ешқандай шегі жоқ, ешқандай міні жоқ жаратушы екендігін түсінеміз да. Өзіміздің жаратылыс екенімізді көп жағдайда бізде өкінішке орай Алланың құдіретті екендігін мойындайтын адамдар көп, бірақ өзінің құл екенін мойындайтын адамдар аз да. Ислам толық болу үшін Алланың құдіретті екендігін мойындаумен қатар өзіміздің де қарапайым құл екендігімізді қоса мойындау керек та. Сол кезде біздің жаңағы кәлимамыз, исламымыз толық болады. Осыны айтып отыр ғой. Сондықтан Алла тағала бұл өмірді реальный қылған, бұл өмірді себептерге сүйендіріп жасап қойған. Осы бір себеп, әр нәрсенің себебін жасамасаң, әр нәрсе бір нәрсеге байланысты ғой. Сол байланысты қарапайым өмірді сүрмесең, ешқандай жетістікке жете алмайсың. Бізде өкінішке орай халықтың арасында мынандай түсінік бар. Дінге қатысты жаңағы енді бір жағы эмоционалды халық болғаннан солай болды ма екен? Бізде дін деген бір мистика сияқты ғой. Намаз оқып кетсең бітті, бәрі пақ келе қалады, мәшіне келе қалады, анау келе қалады, мынау келе қалады. Намаз оқысаң Құдай саған барлық жақсылықты береді деген. Жоқ, ол емес. Намаз оқитын адамға да сынақ келеді, намаз оқымайтын адамға да сынақ келеді. Тек қана намаз оқитын адамның сүйенетін Құдайы бар, сұрайтын Құдайы бар, өзінің Алласы бар, оған жалбарынады, одан сұрайды, оның жүрегі тыныш болады да. Ал мынау намаз оқымайтын адамның басына келген кезде ол депрессияға ұрынады, басқа болады. Өйткені оның сүйенетін нәрсесі мықты емес. Сондықтан біздің атамыз қазақтың мақалында айтады ғой, сыйынғаныңнан сүйенгенің мықты болсын деп. Әшейінде Құдайдың Аллаға бәрі сыйынады, бірақ нағыз сүйенетін кезде сүйенбей қалады да. Сол үшін бұл жерде сыйынғаныңнан сүйенгенің мықты болсын деген сөз Құдайға сыйынып тұрып басқа нәрсеге сүйене бер деген сөз емес ол. Әдемі айтылған. Сен Аллаға сыйын және сүйенетін кезде де Аллаға сүйен деп тұр да. Тек қана өйткені көп жағдайда біз құлшылықты, намазды, оразаны мықты қылып жасап алатын жігіттер бар. Бірақ сүйенетін кезде көкесін іздеп кетеді, басқасын іздеп кетеді ше. Фатихадағы бір ақ аят қой. Ияка набуд, ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана сұраймыз. Саған арқа сүйеймін. Менің ойымша, мысалы біздің елде, мысалы мешіттер ең мықты әлеуметтік институттар ғой. Иә. Өйткені мысалы, егер адам енді бір проблемасы болса, немесе акиматқа барады, немесе мешітке барады. Егер бір адам, мысалы, бір қалталы адам көмектесем десе, мұқтаждарға, списоктарды алу үшін немесе акиматқа барады, немесе мешітке барады мысалы. И жаңа сіз мысалы наиб имамсыз ғой. Менің ойымша сіздер халықтың шынайы жағдайын, күйін сіздер білесіздер. Жамағат
өзгеріп жатыр ма? Қазір қоғам 5 жыл қандай бұрын, дейсіз? 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын мысалы сондай салыстырмалы анализ жасаған кезде. Егер тәуелсіздік алған кезге қарай назар аударсақ, ол кезеңнен қазіргі кезең көк пен жердей айырмашылық. Қазір жамағаттың білім деңгейі көтерілген. Имам ретінде сауаттылығы жоғары деп айта алатын едім. Иә, сауаттылығы жоғары. Бірақ қай жағынан деген кезде информация тұрғысынан. Түсіңіз ба? Ақпаратты білу тұрғысынан сауатты. Енді ақпаратты амалға қосу тұрғысынан сол мәмілелер, жаңағы мына жағы басым болып тұрмыз ғой. Мына мәмілелер жағына аудару керек. Оның бәрін білімді істеу. Мықты енді практикаға көбірек практикаға көшу керек та. Жалпы халық альхамдулилля бұл нәрсенің еңбегінде қаншама жылдық діни басқарманың ұстаздарының әрқайсысының еңбегі жатыр да. Жаңағы осы ісіміздің артында қанша адамның еңбегі жатыр ғой, камераның артындағы түсіріп жатқандардың еңбегі, жарықтарды қою еңбегі деген сияқты. Сол секілді халықтың санасының көтерілуіне қаншама мына жақта азаматтардың еңбегі жатыр. Ал діни білімінің, діни санасының көтерілуіне әрине ол діни басқарманың осы уақытқа дейінгі қаншама ұстаздарының маңдай терлері жатыр. Сол нәрседен альхамдулилля қазір білім тұрғысынан қазір бір адамдай сізбен сұрақ қойған кезде сұрақ өзгерген. Осыдан бір 10 жыл бұрынғы сұраққа қарайықшы. Оразаның кезіне, Рамазанның кезінде түкірігімді жұтып қойсам, оразам бұзылып кете ма деп сұрақ қоятын. Қазір ондай сұрақ қоймайды. Рамазанның кезінде мен түнгі құлшылығым қандай болады деп сұрайды. Бұның өзі көрсеткіш. Рамазанның кезінде мен пайғамбарымның жақсылығы керемет желдей болған деген хадис. Мен қалай жақсылық істей аламын деп сұрайды. Бұл демек қоғамның өзгеріп кетқандығының көрінісі. Ояу, саналар оянып, айналаға дұрыс қарап дегендей. Жаңа сөзіңізге тағы бір нәрсені тұздық ретінде қосқым келеді әрине. Қоғамның ішінде дінге шошына қарайтын саналар да бар. Мешіттің ішіне баласын алып келуге, мешітке жолауға қорқады. Неге? Оған сыртқы нәрселердің әсерлерінің көрінісі бұл. Жаңағы бөліну, мұсылмандардың ішіндегі, мешіттің ішіндегі дейік. Сол нәрселер мешіттен қорқытып тастаған, немесе сол ақпараттық насихатты сол нәрсеге қарай бағыттап жібергендігімізде көбірек. Жоқ, біз қалай байқалады? Баласын мешітке бермеуі, немесе мешіттің жаңағындай қызметін тек қана жаназа, құдай аспен ғана шектеп қоюы халықтың санасында. Түсіңіз ба? Тіпті керек десеңіз, өзінің бақытты болу үшін түскен кітабын бейсенбілікте оқытатын Құран сондай кітап ретінде ғана ұстануы. Бұл анық соның көрінісі. Және бүгінгі қоғамның ішінде қазір көтеріліп жатқан мәселе бар ғой, жаңағы исламға несі жаңағындай проблемалар, исламға қарсы дейік. Осының бәрі де сол дұрыс емес түсініктің. Яғни қоғамға біз өзіміздің кезіндегі өмір сүрген ата-бабаларымыздың санасындағыдай сананы еккіміз келсе, исламмен өмір сүрген. Онда кішкене ақпарат жағында кеңейтуіміз керек. Тек мешіттің ішінде емес, мешіттің сыртына қарай шығару керек дегенім ғой ақпаратты. Ол мектептеріңіз, ол университеттеріңіз, осының барлығына дұрыс ақпарат жету керек. Яғни қателескендердің ақпараты емес, мыналар мына жерде адасып кетіпті, мына жерде қисық жолға түсіп кетіпті емес. Өзіңнің исламыңның және қазақылық ұлттық кодыңның құндылықтары жету керек та санаға. Осы тұста бір нәрсе қосып жіберсем, бізде енді өкінішке орай не бар, не жоқ деген ұғым бар ғой қазақтарда ше, не былай деген сияқты. Бізде не мешітке беріп, толық оны жаңағы әйтеуір мықты қылып шығарыңдар дейді, немесе мүлдем бермей қояды деген түсінік бар. Жаңағы біраз діннен шошып жатыр деген адамдардың көпшілігі осы қоғамдағы пікір, басқаның барлығына ілесіп отыр ғой. Бірақ бұл жерде жауапкершіліктің барлығын имамдарға, немесе біз мектепте оны сабақ қылып беруіміз керек деген сияқты туындатпай, жауапкершілікті халықтың өзіне, қауымның өзіне салу керек деп ойлаймын да. Біздің қауымда, бізде егер біздің халық, біз қалыптасып келе жатқан қоғамбыз ғой енді. Оның ішінде біз халыққа ақыл айтып отқан емес, өзімізге де қатысты нәрсе, әрқайсымыз бір әулеттің басшысымыз. Әрқайсымыздың артымызда әйел бала шағамыз бар. Сондықтан өзінің баласы үшін уайымдайтын адам, немесе қазір кішкентай балалар бізді көріп отқан болса, өзі үшін уайымдайтын әрбір адам бірінші өзі ойланып үйрену керек деп ойлаймын да. Яғни шындық пен өтірікті ажырата алатын сана болу керек адамдарда. Бізде өкінішке орай, ойбай ананы тыңдапты, сөйтіп адасып кетті деп біз кінәні біреуден көргіземіз да. Оның өзінің санасы қаяқта? Ол ақиқат пен өтірікті қалай ажыратады? Мысалы бізде баланың бірінші діни сұрағына ата-анасы жауап бермейді. Кез келген бала қалыптасып келе жатқаннан кейін, өмірді танып жатқаннан кейін, ода діни сұрақ болады. Құдай деген кім? Құдай деген жалпы бар ма деген сияқты сұрақтар, дүниетаным сұрақтар болады да.
біреулер неге намаз оқиды, біреулер неге шіркеуге барады деген сияқты сұрақтар қояды. Осы сұрақтың бәріне бірінші ата-анасы жауап беру керек. Ата-ананың өзі жауап бере алмайды. Ата-ананың түр-түрі бар. Ол немесе дұрыс емес жауап береді деген сияқты. Олар дұрыс жауап беру үшін ата-ананың өзі іздену керек. Өзі білу керек, ненің ақиқат екенін, ненің өтірік екендігін, мешітке жіберуге бола ма, болмай ма, мешітке жіберсе қай имамға апару керек, қай адамнан білім алу керек, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен білімі қандай, бекітпеген білімі қандай, осының барлығын зерттеу керек та. Бізде өкінішке орай қоғамымыз анализ жоқ және жауапкершілікті біреуге артқымыз келеді та. Біздің экономикамызға билік кінәлі, дінімізге имамдар кінәлі, білім мәселесіне мұғалімдер кінәлі. Болды, қалғанымыз алтымызда бәріміз ше, кәдімгідей. Менің атым Қожада айтатын еді ғой. Кім жаман, қожа жаман, бұзық жантас, қалған 30-ы алтын деп ше. Сол сияқты біз әйтеуір бір кінәлі біреулер тауып аламыз да. Негізі әрқайсымыз осы қоғамның мүшесіміз ғой. Өзі бар жоқ 19-ақ миллионбыз. Ана Қытайда әзілдей деген, сендер бір-бірлерінің түрлерін білетін шығарсыңдар деген әзіл бар дейді ғой. Сол сияқты бар жоқ 19 миллионбыз. 19 миллионның оның бала, кішкентай балалары бар, үлкен кісілер бар, нақты жұмыс істейтіндердің саны бір 8-9 миллионның айналасында. Сонда елдің жүгін көтеріп отқан бір 8-9 миллион бір оянсақ болады ғой. Кішкене білім алайық, оқиық, әрқайсымыз жауапкершілікті алайық. Өзі қызық болғанда, исламда имам деген ұғым бар. Мына молда деген сөздің өзі негізі парсы тілінен енген ғой бізге, кейін келген да. Ол молда мен имам өзі бір-біріне қатты ұқсамайды. Қызық болғанда, мағыналық тұрғысынан. Мен енді өзім бірінші мамандығым қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі, тілдік тұрғыдан зерттейміз ғой. Молда деген орыстардың шіркеудің попына көбірек ұқсайды да. Мағынасы бойынша. Сондықтан жауапкершілік оның мойнында. Сол Құран оқып береді, сол білім береді. Өзі жауап береді деген сияқты иә. Имам деген араб тілінің амама деген сөзінен шығады. Яғни лидер деген мағына аударылады да былайша айтқанда. Біздің тілге аударған кезде алдыңғы қатар лидер. Ал енді ол міндетті түрде мешітте отырған адам болу керек та лидер. Әркім өзінің үйінің имамы болу керек қой. Лидері. Әркім өзінің үйінің лидері болу керек та, ата-анасы ретінде. Сен өзің, мәселе тіпті 5 уақыт намаз оқу деген нәрсе дұрыс екендігін біз біліп тұрмыз ғой, бірақ енді әркім өзі біледі. Оқуы мүмкін, оқымауы мүмкін, бірақ не үшін оқымаймын десе де оған бір дәлел болу керек қой, өзінің бала-шағасына тәрбиелейтін. Бізде өкінішке орай адамдар өздерінің эмоциясын бір-біріне төгумен ғана айналысып жатыр да. Нақты дәлел жоқ. Мана баяғыда бір әдемі әңгіме бар. Бір кісіден сұрайды ғой, бір кісі өстіп уағыз айтып, дұрыс сөз айтып отырса, біреу айтты да, маған айтпай қойшы, мен атеистпін депті. Қалай атеистсің сен? Сен ана Уильям Джеймс деген үлкен атеизмнің ғалымдары бар, зерттеген. Зигмунд Фрейд бар, Карл Густав Юнг бар, солардың кітабын оқып сөйтіп атеист болдың ба деп. Жоқ, мен вообще олар танымайды екен, оқымаған екенмін депті. Онда так. Онда сіз мүмкін ислам дінін ұстанып, болмаса христиан дінін ұстанып, болмаса буддизмді ұстанып, діннен бетіңіз қайтып, содан кейін барып атеист болған шығарсыз. Жоқ, мен ондай діндерін еш қайтып қызық болған, білмейді екенмін деп айтады дейді. Зерттемеген, білмеймін деп. Жоқ, так, онда қалай? Онда бүкіл елмен араласып, елдің пікіріне қарап отырып, мына Құдай деген нәрсенің қате екендігін түсініп, бір ғылыммен қатты кірісіп айналысып, осы ғылымның теорияларымен барып атеист болдым. Жоқ, мен ғылымға вообще қатты білім жоқ адаммын депті да. Онда сіз атеист емес, сіз надансыз деп айтады дейді. Сіз ақымақ, надан, сіз атеист болу үшін де білім керек та. Ол енді мәселе ол дұрыс пікір, қате пікір деген ол біздің көзқарасымыз. Өзі мұсылман болу деген адамның жаңа таңдауы ғой. Адам өзі мұсылман бола ма, басқа бола ма, оның өзінің таңдауы. Бірақ кез келген нәрсеге адам сауатты келу керек та. Сол кезде ол басқаның таңдауын құрметтейді. Бізде өкінішке орай қоғамда болып жатқан мәселе, ол мұсылман болсын, бір-біріміздің таңдауымызды құрметтемей жатырмыз да. Сондықтан да бізде айғай, шу, қырғын, жаңағы комментарий, соғыс деген нәрсенің бәрі сол да. Негізі біз бір-біріміздің таңдауымызды құрметтесек, өзі жақсы нәрсе өзі-ақ көрінеді. Конкуренциядан ең жақсы нәрсе шығады. Ол бір Құдайдың діні, Алланың діні айналып келген кезде тіпті бір маркетингпен оны қорғауға мұқтаж емес. Ол өзі де керемет ең асыл дін. Егер оны тек қана онымен күреспей, дұрыс басқалармен адамдарға дұрыс таңдау жасатып, міне ислам бар, басқа нәрсе қатар қойсаңыз, ақылды адам онсыз да исламды таңдайды. Өйткені жаңағы ешқандай дінге қатысы жоқ адамдардың өзі тарихтағы 100 жылға деген кезде пайғамбарды таңдап тұр ғой. Мысалы, қаншама ақылды адамдар түбінде осы исламның құндылықтарын мойындап тұр. Сондықтан бізге сол осы таңдауды құрметтеу және ең бастысы ойлануды үйрену керек деп ойлаймын мен. Өйткені дін деген нәрсе соқыр ілесіп кете беретін нәрсе емес. Ислам нағыз ақылдылардың, интеллектуалдардың, ойланатындардың діні да. Сондықтан біздің қоғам ойланып үйренсе, бізде барлығы жақсы болатын шығар деп ойлаймын. Бірақ ойланудың өзінде дұрыс ойланбаса, егер ойлану екі түрлі да, ақылмен ойлану бар. Негізгі дұрысы сол. Көңіл қалаумен ойлану бар да. Көңіл қалаумен ойлансаңыз, кеттіңіз. Оны мен ойлануға қосып тырысқан жоқпын ғой. Ол уже объективті болмайды ғой.
иә, көңіл қалауымен ойлану деген болды, сіздің өзіңізге көңіліңіз не қалап тұр, сонымен ойланасыз да. Енді осы жерде бір ғылыми нәрсені айтқым келеді. Жаңа таңдау дедік қой, таңдау осы жалпы қай жерде өз адамда? Таңдау деген ұғым қай жақтан шығады деген кезде ислам жауап береді оған. И бізде ол қазақ әдебиетімізде тағы бар, ақын жыраулардың өлеңдеріне назар салсаңыздар, ол жақта тұр да, мысалы. Таңдау жүректе. Жүрек таңдаудың және мәрказул ирада ва иттихазул қарар дейді. Шешім қабылдаудың орталығы жүрек. Ақыл болса уәзируху дейді. Жүректің уәзірі, көмекшісі. Бізде уәзір деген сөз бар қазақта. Уәзируху, оның уәзірі, көмекшісі. Жүрек бүкіл дененің патшасы. И таңдау және шешім қабылдау осы жерде тұр. Бірақ ойлану бұл жерде жоқ, қараңыз. Ойлану ақылдың ісі болып тұр. Ақыл мынаның уәзірі ма? Ақылдың қызметіне десеңіз, әл-илм уат тафкир деген. Ілім алу және ойлану, көрдіңіз ба? Ақылмен ойлану. Әр нәрсеге. Яғни білімсіз ойлана беруге де болмайды да? Иә, әр нәрсеге білімнің көзімен және ойлану арқылы қарасаңыз, әр істейін деп жатқан ісіңіздің, сөйлейін деп жатқан сөзіңізге ойланумен, кішкене ақыл көзімен қарасаңыз, онда дұрыс шешім қабылдайсыз. Қашан көңіл, хауа дейді оны исламда, хауа. Көңіл қалауымен ойлансаңыз, онда құрисыз. Ақпаратты аламыз, оны ойға саламыз. Иә. Содан кейін бұны қарапайым түсіндіретін бір жол бар, айтып жатсам, мына өте бір өлеңдерімде де пайдаландым. Мына өзі қараңғыда адамның көзі көрмейді екен. Тас қараңғыда, дұрыс па? Тас қараңғы болған кезде ешқандай жарық түспесе, не айдың жарығы жоқ, не жұлдыздың жарығы жоқ, не шам жоқ, не басқа жоқ. Тас қараңғы болса адамның көзі көрмейді екен. Яғни 1000 жерден менің көзім күшті көреді. Мен деген сұмдық, енді қырамын бүркітпін десең де, тас қараңғыда көре алмайсың. Яғни қараңғыда көру үшін не керек? Көзбен бірге жарық керек. Сол сияқты мына өмірде сенің ойлана алатындығың, білімді болғандығың бүкіл ақиқатты көруге жетпейді екен. Саған дүниеде де жарық керек та. Ол жарық Алладан түсіп тұрған сол нұр ғой. Алла Тағала осы Құранды нұр деп атаған, мысалы. Сол ненің ақ, ненің қара екендігін Алла Тағала Құран арқылы түсіндірген. Осы ислам арқылы түсіндірген да. Сондықтан шынымен ойланатын адам, көзі бар адам көру үшін жарықты іздейді. Сол сияқты ақылы бар адам ол да жарықты іздейді да. Жүректің, осы көкіректің көзімен іздейді да жаңағы жарықты. Сол кезде осы исламды табады да. Сол үшін жаңағы Лев Толстой сияқтылар әрбір ақыл адамның түбі баратын жері ислам деп тұр ғой. Сондықтан мәселе бұл жерде ағамыз айтып отқаны, ол ойлану деген кезде бізде көбісі жаңағы көңіл қалауын өзінің мен білемдікке салады да. Мен өстіп ойладым, ол осылай болу керек деген. Бүкіл нәрсе сіздің ойыңызбен шешілмейді. Осы кезде мен бір мәлімет қосып жіберейін. Мына әдебиет танытқыш деген кітап бар. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз жазған. Сол кісі айтады, кез келген дүниенің дейді, кез келген сөздің екі мағынасы болады дейді. Мына ғылымда объективті, субъективті дейді ғой. Оны кейде бүкіл халық түсіне бермейді. Бірақ осыны қарапайым қазақ түсінетіндей қылып жазғанда Ахмет атамыз сонда айтады. Кез келген нәрсенің екі мағынасы болады дейді. Біреуі тиіс мағына дейді, екіншісі түйіс мағына дейді. Тиіс мағына деген, мысалы мынау стакан десек, ол мынандай домалақ, сырты қоңыр деген, бұл тиіс мағына, өзіне қатысты мағына. Ал енді түйіс мағына деген, ол осыныған қарап тұрған адамның эмоциясымен түйіскен мағынаны түйіс мағына дейді да. Бұл маған ұнамайды, бір добалдай бірдеңе екен десем, бұл түйіс мағына да.
ол менің эмоцияма қатысты мағына. Ол сізге ұнауы мүмкін. Субъективті. Субъективті. Бұл сізге ұнауы мүмкін, маған ұнамауы мүмкін. Ол әркімнің өзінің көзқарасы ғой. Бізде өкінішке қарай адамдар шешімді осы субъективті көзқараспен көңіл қалауымен шешіп тастап жатыр. Ал егер сіз объективті қарасаңыз да, бұл дұрыс па, сапалы емес па, қандай заттан жасалған десеңіз солай да. Сол сияқты енді мынандай ыдыс таңдауға қарағанда, зат таңдауға қарағанда адамның өзінің өмірлік жолын таңдау, дінді таңдау, дұрыс жолмен жүру деген нәрсе әлде қайда маңызды нәрсе ғой. Оған бір субъективті көзқараспен аналар жаман деп айтып жатыр ғой, мен осындаймын ғой деп шеше салуға болмайды ғой. Ол жерде ол ақиқат па, ақиқат емес пе деп адам зерттеу керек та. Зерттеу керек. Қаншама исламмен күресеміз деп, Құранның қателігін табамыз деп зерттеген адамдар ислам қабылдап кетіп жатыр да. Неге? Өйткені олардың ниеті жақсы. Олар шынымен бұны ақиқат емес деп ойлап тұр да. Бірақ мақсаттары ақиқат табу болып тұр. Құранда ақиқат емес деп ойлап тұр. Бірақ ақиқат табу болып тұр да мақсаты. Алла тағала сол ниеттеріне қарай, мақсаттарына қарай қайта исламға деген махаббаттарын ашып жіберді да. Мен бұрын анау аятты оқыған кезде түсінбейтінмін. Мына кітапқа қуаныңдар дейді Алла тағала. Иә. Ол сендердің жинап жатқан байлықтарынан әлдеқайда жақсырақ дейді ғой. Мен содан хайырлық. Мен содан кейін уақыт өте жаңағы мәміле деген мәселе жаңағы айтпақшы. Ол мәміле мысалы өз денеңе байланысты мысалы мәміле, иә. Оның өзінің хақы бар мысалы. Ұйықтайсың уақытында, там жаңағы спортпен шұғылданасың, жаңағы тамақтандырасың, нетесің. Соған байланысты көп мәмілелер бар ғой. Сол мәмілелердің жаңағы жиынтығы ол жаңағы біздің дініміз Құран. И сол жаңағы Құранда ең үздік несі версиясы келіп тұр ғой, сол мәмілелердің. И мен сонда жаңағы соны түсінген кезде қазір ғылымды ашып жатыр ғой, жаңағы исламның жаңағы мысалы ораза ұстаудың қандай мысалы пайдасы бар, мысалы жаңағы неке мәселелерінде, мирас мәселелерінде. И соны мен түсінгенім жаңағы осы 3-4 жылда мысалы. Оның алдын оқыдым, бұл аятты түсінген жоқпын. Сосын көп осы 3-4 жылда түсінгенім бұл ең үздік сондай кітап. Ол мәмілелердің ең үздігі. И сол үздігін мен қазір алып, сол өміріме қолданып отқаным үшін, мен сол үшін қуанамын да жаңағы. Ең үздік екені, осы мына кітап ең үздік екені. Сонда түсіндім да жаңағы осы аяттың өзіңіздің сөзіңізге жалғайын мына нәрсені. Білесіз ба, Құран тұнып тұрған мәміле ғой. Құранның ішінде әйел мен еркектің арасындағы мәмілелерге байланысты. Еркектің әйеліне қатысты жасап беру керек болған мәмілесі 2700-дің үстінде. Құранда келген. Иә. Кімнің? Еркектің әйеліне қатысты жасап беру. Тура сол секілді әйелдің де еркегіне қарай жасап беру керек болған мәмілесі 2700-дің үстінде. Санын айтып отырмын, 2700-дің үстінде. Яғни саны сәйкес бір-біріне. Бір-біріне сәйкес. Тек несінде санда бір ғана сан айырмашылығы бар. 2738 болса, біреуі 2736. 37. Қараңыз. Бір ғана несінде айырмашылық. Қайсысы көбірек дегенде еркекте көбірек. Жауапкершілік тұрғысынан қараңыз. Енді осы мәмілелердің бүгінгі таңда ерлі-зайыптылар қаншасын орындап жатыр? Құраннан алыспағаннан кейін бұл орындалмайды әрине. 27-37 емес, 2737. 2700. Қалай зерттеп тастаған оның бәрін? Исламның ғалымдарының бәрі еңбегі бұл, қараңыз, еңбегі. Қараңыз, сондықтан бұл тұнып тұрған исламның керемет, Құранның кереметтігі да, Құранның керемет. Сондықтан Тоха деген сүренің ішіне күшті бір сөзді айтады Аллах тағала. Тоха, ей еркек. Мағынасы, бір мағынасы. Мә әңзәлнә ғалейкәл Құр'ана ли ташқа. Бұл Құранды саған бақытсыз болуың үшін, қиналуың үшін түсірген жоқпыз бұл Құранда. Келесі мағынасы қандай болады? Қарама қарсы, бақытты болуың үшін, қиналмауың үшін түсірген. Көп нәрсені басты қатырып, анадан бір, ана жақтан, мына жақтан ала берме, мен саған ол жүйін түсіріп қойған міне. Қиналмай қойшына, тек ішіне нені ақыл, санаңмен, көзіңмен, иманыңмен қарашы, ана ішіне біраз нәрсені ашып берем дейді. Бір мысал айтайын ба? Бизнесмен. Қазір бар арамызда. 90-шы жылғы жігіт. 90-шы жылғы жігіт бизнесмен, бизнесінде проблема болады. Құран үзбейді ол жігіт. Күндіз де түнде де Құран үзбейді оқитын жігіт. Тіпті өзінің арабшасы керемет болмаса да, словармен отырып оқиды ғана Құранда. Мына сөздің артында не бар екен деп. Сөйтіп ойланып жүретін жігіт қой. Бизнесінде проблема болып, кеудесі қысылады. Клиенттердің бәрі кетіп жатыр. Проблема. Үйіне келеді, әйел тамақ істеп қойған, тамақ ішкім келмейді. Мүлдем серіктестер кетіп жатыр. Ойлаңыз.
содан төсек салып қойған жатайын десе ұйықтай алмайды. Түннің таңға жақындаған бөлігінде Аллах тағала санасына нұр береді да. Сосын тұрады да, Құранның ішінде жауабы бар деген не келеді, ой келеді. Оны салған Алла ғой. Тұрады да, Алматыда Бәйкен мешітін білеміз ғой бәріміз. Сол Бәйкен мешітіне қарай шықтым дейді, мешітке намаз оқуға. Сөйтіп Бәйкен мешітіне келе жатырмын. Бірақ ішімде шіркін-ай, имам духа деген сүрені оқыса деп келе жатырмын дейді да. Неге духа? Өйткені оның ішінде аят бар. Ма ваддаака роббука ва ма қала. Сенің Раббың сені тастаған жоқ. Сені қалдырып қойған жоқ осы қиналысыңмен деген сол аят бір жаныма жылу болса екен деп келе жатырмын дейді. Келдім, азан шақырды, сүннетімді оқып алдым, имам шықты, Фатихадан кейін тынысымды ішке тартып тыңдап тұрмын дейді да. Білесіздер ме, негізі мешіттердегі дауыстап оқылатын таң, шам, құптан намаздарына имамның аузынан шыққан аяттар артында тұрған жамағаттың бүкіл проблемасының жауабы сол жерде. Сұрақтарының жауабы сол жерде. Біздер тұрған кезде артында қалай тұрамыз? Мә, имамның дауысы күшті екен. Немесе мен жаттаған сүрені оқып жатыр, онымен бірге жағаласып қосылып оқып тұрамыз. Егер жатталмаған сүре болса, мен білмеймін, сұрамай кетіп қаламыз. Бару керек. Емеке, сіздің оққан аяттарыңыздың сүренің аяттың санын айтып жіберіңізші. Жаңа жігіт айтады, бір кезде духа сүресін оқи ма деп тынысымды ішке тартып тұрсам, абаса уа тауалла деп абаса сүресін оқып жатыр дейді. Раббыммен іштей сөйлессін дейді. Мінәжат деген нәрсе көрдің, намазда тұрып. Намаздың ерекшелігі сол жерде де. Өйткені Аллах тағала мына жақта Таухада айтты ғой, Мусаға тапсырма берген. Уақимис салата лизикри. Намазға тұр. Мені еске алу үшін. Мен сені көріп тұрғандығым сезім намаз. Қараңыз. Сөйтіп намазда тұрып, жаңағындай Раббым деп іштей сөйлеп тұрмын дейді да Раббыма. Аллах тағалам, неге сен маған абасаны тыңдатып тұрсың? Осы сүренің ішінде менің осы бизнесімнің проблемасының жауабы болмауы мүмкін емес. Өйткені Құран мұғжиза. Көрдіңіз бе? Құранды мүлдем басқа жақ қырынан тануға болады да мына оқиғадан кейін. Сонда оқып болдым дейді. Түсінген жоқпын. Не үшін Аллах тағала маған абасаны тыңдатты? Сосын бәрі қайтып кетті, тәсбih тартып, дұға жасап, бәрі қайтып кетті, мен отырмын дейді. Сосын айтым дейді, Раббым, дұға қылып отырмын өзіме, жылап отырмын дейді. Енді проблема қиналып кеткен. Раббым, мен кетпеймін. Мына жерден осы абасаны не үшін тыңдатқаныңды ашпайынша маған. Духа намазының уақыты жақындады. Кірді бір кез духаның уақыты. Мен әлі отырмын дейді. Жанымда ешкім жоқ. Бір кезде Аллах тағала санама қайттан білімді құйды дейді да. Не үшін абасаны тыңдатқан? Білесіз ба не үшін? Абаса сүресінің түсу тарихын білесіздер ғой. Ол пайғамбарымыз Меккедегі дөкей мүшриктер әлі исламға келмеген. Болашақта да мұсылман болмайды олар негізі. Бірақ пайғамбар білмейді, ғайыпты білмейді, оны Алла біледі ғой. Сөйтіп, егер осылар Құранды тыңдап исламға келсе, бүкіл Мекке халқы исламға келеді деп, барып Құран оқиын десе, олар айтады, ана арзандар қасыңа келмесін сенің. Ана кеше ғана құл болған Біләлдар қасыңа келмесін. Бізге жеке отыр бізбен. Сөйтіп Құранды жеке оқы дейді. Пайғамбардың жүрегі таза, сондықтан жеке Құранды оқып түсіндіріп отқан кезінде, мына жақта Абдулла ибн Умму Мактум деген зағип, көзі көрмейтін жан, сол кісі исламға келеді бір сахабаның қолынан. Сөйтіп енді пайғамбарды көргісі келіп тұр ғой. Сол кезде сілтеңдеші дейді, көзі көрмейді, бағыт көрсетші дейді. Пайғамбарымыз дөкейлермен сөйлеп, бағыт көрсетіп жібереді. Ол кісі жаңа таяғымен сол жаққа барады, пайғамбардың иығынан ұстады. Пайғамбарымыз естеді. Қараса, зағип жан екен. Аналардың көзінде арзан адам, түсіндіңіз бе? Бірақ пайғамбар үшін, Алла үшін қымбат қой бірақ бұл, түсіндіңіз? Сонда ана кісілер тұрып кететін болды ау деген ойы қабағын уайымдап, қабағы түйіліп кетті. Сөйтіп теріс бұрылған кезде осы сәтті көріп тұрған Аллах тағала айтады: қабағын түйіп, теріс айналды ғой. Оған көзі көрмейтін зағип жан келген кезде, ол Аллаға ұмтылып келген еді ғой. Аналар мұсылман болмаса сенің сұрамайым ғой, бірақ мынадан сұрайым сені. Түсіндіңіз бе? Осы оқиға айтылған Абаса сүресі ғой. Енді ойлаңыздаршы, осы сүренің бүгінгі бизнеспен қандай байланысы болуы мүмкін? Деп ойлайсың ғой. Иә, біз бұны Аллах ашпаса ашпайды ешкім, түсіндіңіз бе? Жаңа жігітке Аллах ашып берген. Отырып алған табандылығында. Жұмбақ ойнатамыз ба? Табандылық пен тұрақтылық, қараңызшы. Табандылық пен тұрақтылық. Соның себебінен және Аллаға деген мінәжаттың себебінен Аллах ашты. Шыдамды отыр ғой, кетпеді ғой. Түсіндіңіз? Болды, құрсыншы, басқадан тыңдаймын дейді. Жоқ. Сонда жаңа жерде жауабы мынау. Жауабы бұл клиенттермен кезінде уәделескен. Көбірек уақытымды бөлем деп. Бірақ көп уақытын рекламаға жұмсап жүр екен. Болашақта келу үшін клиенттер. Пайғамбарды анаған уақытын арнап отыр, көрдіңіз бе? Кеп тұрған мына кісіге уақытты бұрмады, теріс бұрылды, түсіндіңіз? Қай жақтан байланысты келдіріп берді. Сөйтіп, бұл сол күні бүкіл 8 сағатын рекламаға түсуге шақырып қойған ғой, камера бәрін. Соның бәрінен не істеді? Отказ береді. Раббым түсіндім дейді.
қуанғанымнан Аллаху акбар деп тұрдым дейді да, үйге бармастан жұмысқа бардым дейді. Сөйттім да жаңағы жұмыстан клиенттермен сөйлесіп, оларға бүкіл уақытымды клиентке арнадым. Асыр намазының уақыты жақындаған кезде, асыр намазының уақыты жақында, жаңағы звоноктар қайтадан, звоноктар шалынып, отказ берген клиенттер қайтып келіп, серіктестер қайтадан проблемам шешіле бастады. Таңмен асырдың ортасында шешіп тастады Аллах тағала. Сөйтіп шам намазының кезінде мен есігімді құлыптадым да, жоқ, мен намазға барам, жұмыс қызып жатқан дейді. Намазға барам, енді Аллах тағала маған қандай бұйрық береді екен деп шам намазына қайтадан бәйкенге келе жатыр ғой. Бірақ бұл жолы мына сүре деп ойлап келе жоқпын дейді. Өйткені Аллах тағала маған енді бұдан да жақсырақ не береді деп келіп шам намазына тұрады. Имам Фатихадан кейін уаддуха деп бастағанда көзімнен жас кетті дейді. Мә уаддака раббука ва ма қала, Раббың сені тастамады деген кезде өкіріп тұрып жыладым дейді. Шынымен Раббым мені тастамадың деп. Қараңызшы, Құран негізінде осылай проблеманы шешуге келген кітап. Бұл Құран қиссалар, тарихтан тұрған, егер бүйтіп мағынасын оқысақ сондай кітап секілді. Жоқ, оның артында ғибрат бар. Не дейді? Улул әлбаб, ақыл иелері үшін ойланатын нәрселер бар. Сондықтан проблемалар. Бір күні маған бір қарындас звондайды. Үйленген, тұрмысқа шыққан, 6 ай болған ғой. Проблема енесінде. Бірақ ана қарындасты білеміз, мешіттен намаз, Құран оқып, сабақ алып, намаз оқып жүрген қыз. Айтады, ұстаз, кешіресіз, мен проблем болғасын, ата-анам уайымдамасын деп ұстаз ретінде шығып жатырмыз. Ақылдасу мәселесі болып тұр. 6 ай болды тұрмыс құрғанымда. Машалла білеміз, Алла тағала берекелі қылсын. Күйеу балаңыз керемет, жақсы, күшті. Бірақ анасы тараптан қысым 6 ай бойы жасалды. Ол кісі діннен алыс кісі. Бірақ бүгін өте қатты сондай әңгіме айтты менің дініме, орамалыма қатысты. Мен шыдай алмай кеттім. Не істесем болады дейді. Егер қазір менің эмоцияма қоссаңыз, басқа бір нәрсеге бағыт беруім. Сосын айтам, сенің Раббың тірі ғой, сені көріп тұр, естіп тұр сол проблемаңның бәрін. Және Раббыңның хаты Құран бар, мұғжиза, проблеманы шешетін. Мен секілді ақылы, таяз, білімі, өлшеулі адамнан не сұрайсың? Күллі білімнің иесі тұрған кезде, және біліммен түсірген Құран тұрған кезде. Барып, тек қана сіз секілді Құранды таңертең кешке оқитын кісілерге ғана кеңес берем дедім да. Сол Құранда ашыңызда көзіңіз түскен аятты оқыңызшы. Сонда көресіз мұғжизасын Құранның деп. 5 минут өткен жоқ, телефоныма хабарлама келді. 3 хабарлама. Біріншісін қараңыз, Құранды ашып қалса, әлгі қасарысқанды маған тапсыр деген аятты көрген. Шошып кетіп қайта жапқан. Қайтадан ашқан, өзіңдегі біреу саған жамандық жасаса, дұшпандық жасаса, өзіңдегі тәсілдердің ең көркемімен қайтар деген. Итфа биллати хия ахсан деген аят қой. Көркеммен қайтар. Сосын бұл кезде де жауап 3-ші рет енді ашайыншы деп, 3 деген сан өзі бізде 7, 3 деген сандар. Сол 3-ші рет ашайыншы деп ашқан кезінде Аллах тағала қалаған тура жолға салып, қалағанын адастырады деген аятты көреді. Сосын осыны суретке түсірген маған жіберген. Сосын мен айтам, жауапты алыпсыз ғой деймін да. Сізге не тапсырған түсіндіңіз ба деймін? Я дейді. Аллаға тапсырасыз, мәмілең керемет болу керек, өйткені бұл сенің күйеуіңнің анасы. Ол қандай сенімен жаман міне жасаса да, сенің күйеуіңнің, сен сүйген адамының дүниеге алып келген адам. Сол мәмілен жаса, сонда сенің керемет. Бағана айтты ғой, ислам мәміле деген көрдіңіз ба? Мәмілеге қалай айналып келіп жатыр. Осыны жасауды үзбе, шешім Алланікі, нәтиже Алланікі, сенікі емес. Сен ешкім тура жолға сала алмайсың. Пайғамбар да өзінің көкесін сала алмаған. Сонда ортада 3 жыл өткеннен кейін көзіммен көрдім, сол енесі намазға келгенін. Сол енесінің өзі де қазақшылықпен болса да орамалын тағатын көзім көрді да. Міне қара, ислам мәмілелерден тұрады. Осы мәмілелер дұрыс болатын болса, Құран, қараңызшы, барлық проблема шешуге келген кітап. Онда бүгінгі біз бен сізге де, көрермендерімізге де мына Құранды басқа қырынан оқып үйрену керек. Яғни мүлдем сананы Құраннан, басқа қырынан қарайық мына Құранға. Тек қана бейсенбілік пен жұмада оқыла беретін кітап емес бұл. Бұның сауабы бар, бағыштасақ сауабын Алла қаласа, Алла қабыл етсе жеткізеді. Бірақ Құран негізі біздің өмір жөндеуге келген кітап қой ол. Бақытты қылуға. Бизнесменнің жауабы бар. Тіпті қараңызшы. Былтырғы қажылықта, үлкен қажылықта, былтыр қажылықта. Осы Құранға байланысты насихат айтып тұрып, өзімде білген жоқпын, алдымда қаншама адамдар отыр ғой. Соның ішінде бір 5-6 жылдан бері бала сүйе алмай келе жатқан бір кісі бар екен. Сол бала сүйе алмай келе жатқан кісіге мен Құраннан нәрсені айтқам. Көрермендерге де қазір айтамыз. Кім бала сүйе алмай жүр? Туысқаны, танысы, бірнеше жылдар болған. Аллах тағала Құранда бір-ақ сөзді айтшы дейді маған. Бір сөзді маған берші, мен саған бір баланы зар болып жүрсің ба, балалар сыйлаймын дейді.
Қараңыз. Фақульту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффару деп басталады. Айтшы, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айтшы, бүкіл адамзатқа айт, Раббыларынан астағфирулла деген сөз арқылы кешірім сұрасыншы. Түсіңіз? Расында Алла кешіруші. Егер осы сөзді айтсам не болады? Юрсилис самаа алейкум идрара. Жаңбырға біреу егістік ексе, егістік еккен адамның өзі осы сөзді айтса, жаңбыр жіберем дейді. Жаңбыр ғана емес, аспанды түгел сенің қызметіңе қоямын. Келесі аят. Ва юмдидукум би амвалин ва банин. Сендерге медет деген сөз арабта мәдада деген етістігі ғой, біздегі қазақ тіліндегі медет. Бірінен соң бірі келе беретін жәрдем. Мал дүниеңді солай істей берем дейді. Мал дүниеңді бірінен соң бірі келе береді. Және бала шағамен де қуаттаймын сені дейді. Мал дүниемен де қуаттаймын, бала шағамен де қуаттаймын. Сосын айтады: "Ва яджаллакум жаннатин ва яджаллакум анхара." Бақшалықтар жасап берем. Сосын бақшаны бергеннен кейін біреу сізге бір бақшалықты берсе, бірақ су мүлдем келмейтін болса, ол бақша сізге не керегі бар? Ана жүзімдіктер, оған суды шаршайсыз ғой шелекпен тасып. Соны айтады: "Мен саған бақшалықты берсем, суды, негізгі керек нәрсе бақшаға су ма, оны өзім шешіп берем" дейді, астынан өзен ағызып қоямын. Берсем осылай берем дейді да, Алланың берін қараңыз. Ең соңғы аятына жүрекке тарс еткізеді Аллах тағала. Мәләкум ла тарджуна лиллахи вақара. Сендерге не көрінген, құлдарым-ау, Алланың осындай уәдесіне сен алмайтын дейді. Осы аятты айтып кеттік, мен есімнен шығып кеткен оны айтқаным насихатымды. Сөйтіп биыл жылдың басында, бұл былтыр июль айында болса, жылдың басында январда звондап тұр. Осылай жұмырсыз, қажылықта осындай айтқан насихатыңыздан, бала болмаса истихфарды көп айт дедіңіз ғой дейді да, сөз жерде. Истихфар, астағфирулла, әйелмен екеуі отырып астағфирулла айту керек. Сан шарт емес. 1000 айтасың ба, 2000 айтасың ба, 500 айтасың ба, әйтеуір бірақ енді бір-ақ рет айтып отырмайсыз ғой. Бірнеше рет ықыласпен бірнеше рет айту керексіз. Соны айтып, тоқтамай айта беріңіз. Күнде дедім да. Күндіз болмаса да түнде ұйықтайтын кезде айтыңыздар. Соны әйеліміз екеуміз айттық. 2 айдан кейін әйелім жүкті болды дейді. 6 жыл жүкті болмаған әйелім 2 айдан кейін бала көтерді. Енді қараңыз, июльде кетті ма, август, сентябрьде бала көтерсе, октябрьден бастап есептеңіз. Октябрь, ноябрь, декабрь, январда 4 ай болды дейді да, жүктілік. Әлі де ата-анам айтқан жоқпын дейді да. Бұл үшіншіні әйеліміз екеуміз, үшінші сіз біліп тұрсыз дейді. Балам көз тиіп кете ма деп қорқып жатырмын, өйткені 6 жылда зорға жеткен баламыз дейді. Аллах тағала Құранда қараңыз, қандай уәделер береді, біз бұл Құраннан қалай алыста жүрміз. Сонда әрбір адам өзінің ішіндегі эмоциялық қырсықтығына емес, көңіл қалауының қырсықтығына емес, шынымен де бұл маған жіберген Алланың бір хаты ғой деп, кішкене бір ояу санамен ашып, қазақшасын болса да, орысшасын болса да, өз түсінетін тілде ашып қарап, соған ойланса, қанша құндылықты табар еді. Жай бір қисса кітабы, жай бір тарих кітабы деп қарамау керек та бұған. Сол үшін де Құран басталған кезде тақуалар үшін тура жол деп басталады. Тура жол басталады. Мәселе бұл жерде Құран шешіп тұр ғой, Алла Тағала шешіп тұр ғой. Сондықтан бұл адамдардың өзі болмысында, жаратылысында осы Құран ұстаған адам мәселе шешеді деген нәрсе болып тұр ғой. Бізде бұрын мысалы қазақтың ұғымында молда деген ұғым бар, кітап ашқан молда деген ұғым бар да. Кітап ашқан молданың дәрежесі жоғары болады. Яғни Құраннан жауап бере алатын адамның дәрежесі жоғары болады да қазақтың ұғымында. Ой, ол кітап ашқан молда ғой деп айтып жатады да. Яғни Алламен тығыз байланысы бар, Құранды терең білетін адам кез келген сұрақтың, кез келген мәселенің жауабын біледі деген нәрсе өзі қазақтың ұғымында болғаннан кейін, әлі күнге дейін сол қазақтың дәстүріне сай, салтына сай, осы өмірдегі кез келген мәселені имамдардан, солардан сұрағысы келіп жатады ғой. Кім айтқандай, Кенен Әзірбаев деген атамыз өзінің өлеңінде айтады ғой, жай кезде олай дейміз, бұлай дейміз, қысылып жан қиналса Құдай дейміз деп. Қысылып жан қиналған кезде кез келген адам Құдайды іздейді ғой. Сол кезде сол имамға келеді да. Әшейінде ол анау мынау ғылым мынандай медицина документі деп айта береміз ғой. Мәмілелердің ең биік төресі ол Алламен мәміле. Иә. Дұрыс қой? Иә. Сіз мысалы мешіт қызметкерісіз. Алламен мәміленің соның ең төресі ол намаз ғой, Машалла. Күшті сұрақ қойдыңыз, Алламен мәміле. Бағана сөзіңіздің көбісінде психолог деген сөздер кетіп жатты ғой бәрімізде. Енді қараңызшы, адам не үшін психологқа барады? Қалай ойлайсыз? Өзінің рухани мәселесін шешу үшін. Яғни бір депрессияға ұрынғандықтан, басқалықтан бір жауап жоқ. Сол жаққа барғанда жасайтын нәрсесі не? Психологқа барған адамның сөйлеу ғой. Иә. Енді қараңыз, исламда мінәжат деген ұғым бар. Мінәжат. Дұға мен мінәжат шатастырамыз. Енді қызықты қараңыз, егер мінәжаттың ләззатын сезінсе, ешкімге психолог керек емес.
мінәжат деген алламен сөйлесу ғой. сөйлесу. Мысалға жеке отырып, Раббыңыз тірі ғой, Алла тірі ғой, ойлаңызшы, Алла тірі, естиді сізді, көреді ол сізді, ойлаңыз. Мусаның өзі, мен Раббым ана Фирғауынға бара жатқан кезде қорқамын, ол менің бұрынғы қателігіме байланысты мені өлтіріп қоя ма деген кезде, ля тахафа, екеуің де қорықпаңдар. Я Муса, я Харун, қорықпа. Инни асмау ва ара, екі сипатын айтты. Мен сендерді естимін және көрем. Яғни қандай проблемаға ұшырасаң да, неге сен басқа бір жаратылғандардан барасың? Менімен сөйлесейші деп тұр. Мінәжат деген сол үшін берілген. Алламен мәміле осы нәрсе да. Мәміледе намаздың да не үшін біз оқып жатырмыз ғой? Мінәжат кетіп жатыр ғой, көрдіңіз ба? Мысалы, альхамдулиллахи раббил аламин, мінәжат кетіп жатыр мынаның бәрі. Сөйлесу Алламен, Құран арқылы сөйлесу. Енді оны жеке отырып, бүгін мысалға дәкеңмен танысқан болсам, сосын Раббым, неге жеке отырсыз? Сыртынан қарасаң бір жынды деп ойлауы мүмкін. Айта берсін адам не айтпайды. Бірақ сіз жеке, Аллах тағалам, бүгін дәкеңмен мені таныстырдың. Неге? Осы екеуміздің танысуымызда бекер емес қой. Бүгін осы ортада, осы әңгіменің айтылуы бекер емес қой. Әр нәрсе бекер емес. Соны Раббым, осының маған бір сырын ашып, санама нұр құйсаң, білімін берсең, егер қайырлы болса, дүние мен ақиретіме дегендей, онда сол кісімен достығымды әрі қарай бағытта. Егер оның достығым тек дүние үшін болып қалса, онда Раббым, мен өзіңе сыйынам ол нәрседен. Бір нәрсе қосып жіберсем болады ма осы жерде? Өте күшті мәселені көтеріп жатсыз да. Мынам Джо Диспенза деген кісінің «Сила подсознания» деген кітабы бар. Бізде қазір адамдар сондай нәрсеге құмар ғой. Ішкі не деген сияқты. Меломанның кітаптары ма? Иә, меломанның кітаптары. Бірақ сол меломанның кітаптарына қарасаңыз, ол кітап дұрыс мұсылманшылық көзқараспен, дұрыс көзқараспен қараған адамға анау ықылас туралы кітап та. Осы мінәжат туралы кітап. Бірақ олардың мақсаты өзі европалықтардың немесе басқа осы мұсылман еместердің мақсаты деп айтайық. Мұсылман еместердің мақсаты дүниемен шектеледі ғой. Олар тек қана дүние алғысы келеді, материал алғысы келеді. Сондықтан, бірақ ең қызығы сұрау тәсілін қарасаңшы, не істе дейді? Медитация жаса дейді. Яғни медитация деген кәдімгідей өзің санаңның өзің түпкі санаңа дейін жететін деңгейге бар. Сол кезде саған бүкіл осы әлемнің, олар енді Құдай деп айтпайды ғой, Алла деп айтпайды, Құдай деп айтпайды. Мынау әлемнің күштері саған ашылады дейді. Сонымен байланысқа түсіп, сонымен сөйлесіп дейді. Сен өзіңе сұрап аласың дейді да. Енді біз мұсылманның не істеп жатқанын қара. Бізде 5 уақыт намазың сенің жүрегіңнің ең биікке шығып, жаңағы медитацияның ең көкесіне баратын деңгейде. Осы кезде сен Алламен мінәжат жасап сөйлесіп, я Алла, сен менің жағдайымды өзің біліп тұрсың ғой деп, намаздың үстінде өзің осы сөйлесіп, немесе намаздан басқа уақытта да, немесе сол нәпіл намазда Алладан сұрап алсаң, аналардың ғылыммен зерттеп, пәленбай ғасырдың ішінде енді жетіп, соны істеп, сондағы бір дүние сұрайтын нәрсені Алла Тағала бізге міне деп беріп қоя салған да, Құранмен, басқамен. Сіздің сөзіңізге мына нәрсені жалғайын. Батыста, Америкада арнайы медициналық колледж бар. Колледж деген атау болғанмен, ол биік дәрежеде ғылыми орталық, ғылыми зерттеу институция, үлкен. Солар рак ауруы әлемде көп қой, білесіздер, мысалға 16 миллион адам ракпен ауырса, соның 9 миллион дүниеден өтеді дегенде, мысалы, ол статистикалар өздерінің. Кәдімгі ашсаңыздар, Гуглда жетіп жатыр бұл статистика. Сол нәрсеге уайымдаған. Бірақ мұсылман емес олар. Адамгершілік қой, адам үшін уайымдайсың әлемнің. Сол уайымдап, ғалымдар зерттеп, бұларды ракпен күресетін не істесек болады деп, зерттеп, қанша жылдарын арнайды да, тапқан шешімін қараңыз. 35 күн ең несі 12 сағат тамақ пен судан еш нәрсе ішпей тыйылатын болса, жылына бір-ақ рет, 35 күн бойы тұрақты. Түсініңіз ба? Жылына бір-ақ рет. Сонда адамның ішкі организмінде ракқа қарсы клеткалар пайда болады екен. Осы жаңалықты ашады. Осыны ашқан уақытта Австралияның ғалымдары, Британияның ғалымдары барлығы бұларға өздерінің де тарапынан жаңағындай зерттеу қосамыз деп, олар зерттеу кірісіп кетіп, олардың да соңғы ашқан нәтижесі тура сол нәрсе болады. Сонда Британиядағы ғалымдар осылай екен деп 1875-тен ба шығып кеткен журналдар бар өздерінің. Соған онлайн версиясына шығарған кезінде, мына мұсылмандар айтады, бұл нәрсе бізде бар, жаңалық емес. Біз 14 ғасырдан бұны білеміз дейді. Қандай нәрсе? Бізде 30 күн Рамазан бар, олар 35 деді ғой, артында Шауал бар 6 күн. Түсініңіз ба? 29 күн болып қалғанда 35 күн болады, 30 күн болғанда 36 күн болады. Түсініңіз? Бізде Рамазан мен Шауал. Сөйтіп, олар қызығып, келесі жылы Рамазан келген кезде бір 100 мұсылманды алып, ораза ұстайтын. Соларды Рамазан айы басталмастан бүкіл анализ алады ғой олардан. Анализ крови дейміз, бүкіл нәрсесін анализ алады.
Одан кейін ораза ұстамайтындардан да анализ алады, екеуін 1 ай және ар жағында 6 күн бойы тағы да сынайды. Тәжірибе жасайды. Иә, тәжірибе жасайды. Негізі олар немен күрес бастады? Ракпен ғой, ракпен. Енді ең соңында Рамазан бітеді, Шәуәл бітіп, жаңағы ораза ұстаған мұсылмандардың тағы да анализ алған кезде 70-тің үстінде дертке дауа табады. Ойлаңыз, ракқа қарсы раковый клеткалар пайда болады, сахарный диабетке қарсы белоктар пайда болады. Ойлаңыз, иммундық жүйені күшейтетін, иммунитетті күшейтетін керемет жаңағындай иммундық жүйесі күшейеді. Одан кейін қан, тіпті ана бүйрекпен ауыратындар қан ауыстырады ғой. Сол қан ауыстыру да керек емес екен. Рамазанның 30 күні мен Шәуәлдің 6 күні болатын болса, қан ауыстырғысы келіп жүрген адамдар осыны ұстасыншы. Именно Рамазанда және Шәуәлда қанның толықтай өзгеріп кеткендігіне көздер жетеді. Таң қалған ғой, ойлаңыз. Осы ғылым бүгін ағылшын тілінде интернет бетінде 70-ден астам дерттің дауасы екендігіне шығып тұр материал. Қаласа мен беруге дайынмын. Егер осы подкаст шықса, астында сілтеме ретінде қалдыруға дайынмын. Ашсын, қарасын, ағылшын тілінде материал тұр. Таң қаласыз. Бір ғана оразаның қаншама пайдалары бар деймін да. Сондықтан Аллах тағала бір нәрсені бұйырса, бір мәміле жасауды бұйырса, осының астында біз бен сіздің пайдамыздың нәрсесі жатыр да. Иншалла. Бұл исламның тағы да кереметтігі. Бір түйіндеу үшін бір қосып бере салайын дегенім. Сонда негізі біз бір санасы төмен адамдар сияқты осыншама пайдасының бәрін зерттеп болғаннан кейін, денсаулығымыз жақсарады екен ғой деп өзіміздің асқазанымызға, бір бүйрегімізге бола ғана ораза ұстамай, санасы жоғары адамдар сияқты бұның пайдасы онсыз да бола береді. Бірақ біз Алла разылығы үшін ұстайық деген ниетпен ұстасақ, қаншама пайданы былай да көреді екенбіз ғой. Мәселе бұл жаңағы мәміле дегеннен шығады ғой. Біздің негізі қазақтың мәмілесі нағыз мұсылманшылықтың мәмілесі ғой. Өйткені қазақтың мәмілесі кең. Біз майда сөйлеспейміз да, кең сөйлесеміз да. Бізде тіпті жаңа жылқының өзін қараған кезде, ана жылқы қанша килограмм болады деп айтпайды да. Ана жылқы қанша елі береді деп айтады. Яғни оның салмағына қарап отырған ешкім жоқ та, оның сапасына қарап тұр да. Сол сияқты Алламен мәміле жасаған кезде, байланыс жасаған кезде кең мәміле жасау керек та. Алла, сен мені жараттың ғой. Бүкіл нығметті бердің ғой, болды. Не істеу керек? Намаз ба намаз, ораза ма ораза. Бізде қазір өкінішке орай кейбір азаматтардың мәмілесі өте майда, осы дүниеден аспай қалғандықтан, оларға біз осы дінді түсіндіру үшін міне пәленбай Оксфордтың ғалымдары, анау Англия, Британия, Австралияның бәрі зерттеген, ораза мынандай 70 түрлі аурудың емі деп барып айтамыз да. Сөйтіп барып олар, енді онда біз ораза ұстасақ ұстайық деп барып әзер дегенде келіп жатырмыз ғой. Бұның бәрі неліктен біздің Алламен мәмілемізде өте майдаланып жатқанымыз да. Алла тағала бізге кең қаншама нығмет беріп жатыр, біз оған құлшылық қылуға ойланамыз да. Біз тастайық па ішімдікті, тастамайық па, бастайық па намазды, бастамайық па деген сияқты. Ол саған Құранда Алла тағала айтады ғой, Алланың берген нығметтерін санасаңдар, санына жете алмайсыңдар дейді. Қайсына жауап бердік білші? Негізі сөзімізді бір сөзбен аяқтай салайын. Өзі қазір нарықтық экономика ғой. Нарықтық экономикада өмір сүретін адам, рыночный экономикада өмір сүретін адам саудамен ойлайды. Кез келген нәрседе сауда бар да. Біз қарапайым тойдың өзінде мен сізге 30 мың теңге апарсам, тойыңызға келесі тойда маған да бір қанша келеді екен деп ойлап отырамын да. 30 мың алып келсе нормально. 20 мың алып келсе аз болып қалды. 50 мың алып келсе, ой, келесі тойда мен 50 мың апаруым керек болды ғой деген сияқты нәрсе болып қалады. Міндетті түрде осындай есеп бар да. Бірақ біз бүкіл есепті бір-бірімізбен жасаймыз да, Алламен есептесуді ұмытып кетеміз. А сауда деген нәрсе не ол? Сауда деген нәрсе ол не берді, сен не бердің? Алланың бергенін қарасақ, жаңа аятта келгендей, Алла тағаланың бергенін санына жете алмайсың. Ауызды берді, тілді берді. Абай атамыз айтады, адам ғапыл дүниені дер менікі дейді. Менікі дегеніңнің бәрі оныкі дейді да. Ойласаң ой Алланыкі, сессең жүрек Алланыкі, сөйлесең тіл Алланыкі, тыңдасаң құлақ Алланыкі. Адамда ештеңе жоқ. Жаңа таңдау деген нәрседен басқа ештеңе жоқ. Ол таңдаудың өзін Алла беріп қысқартып тұрған кезде таңдау үшін ше. Ал енді біз не бердік деген кезде не бересің Аллаға? Бәрін Алла жаратып қойған болса не бересің? Қолыңды кесіп бермейсің, не бересің оған? Сонда Алла тағала айтып отыр да, маған ештеңе керек жоқ, просто шүкір ет дейді. Шүкір ет деген сөз шүкір айт деген бірде бір аят жоқ Құранда. Бізде шүкір ет десең біздің қазақтар Аллаға шүкір деп қояды ғой. Шүкір айт деген аят жоқ қой. Шүкір ет деп тұр да. Яғни шүкір деген нәрсе ол әрекет. Шүкір ет деген ол қалай шүкір етемін деген сұрақ туындайды. Сол кезде Алла айтады, міне намаз арқылы, ораза арқылы, құлшылық арқылы маған. Дұрыс па? Енді қызық болғанда саудада былай ғой. Мысалы сіз маған бір зат бердіңіз, мынау блокнотты бердіңіз, мен сізге ақша бердім, сонымен қаласыз. Бітті. Сіз бердіңіз, мен ақша бердім, сонымен бітті ғой. Айналым обмен бітті, сонымен саудамыз бітті. Алла тағала олай демейді. Алла тағала Құранда айтады, шүкір етсеңдер арттырамын дейді да. Мына дүниең дүние ма? Мына нығметің нығмет па? Одан сайын саған нығметті көбейтем, қияметте ана дүниеге барған кезде одан да артығын көресің деп жатыр да. Мәселе біз өте майда болып кеткенбіз да бүкіл мәселеде. Сондықтан біз адаммен мәміле түгілі Алламен мәміледе майдаланып жүреміз да. Біздің қазақтың жігіттеріне, мұсылмандарға ірі болу керек та көп мәселеде. Осы ірілік кішкене келсе, біз
ұлт ретінде де мұсылман ретінде де сапамыз өсіп, елдің де әлемнің де өмірі әлдеқайда жақсарады деп ойлаймын. Алла разы болсын. Жаңағы Аллах тағала айтады ғой, санурихим аятуна фил афақ, көкжиектерден біз өзіміздің аяттарымызды, құдіреттерімізді көрсететін белгілерді, жаңа ғалымдардың, ол мейлі Оксфорд болсын, басқа болсын, жаңа ашып еңбектенуі, бұл Аллах тағаланың мына жаққа көрсетуі да қаншама адамдарға. Енді адамдар сол нәрсемен ғана келе алатын болса қайтесіз? Сол деңгейге түсіп кетсе, енді сол деңгейге түсіріп тұр ғой Аллах тағала, қараңыз да. Одан самайын жаңағындай біз көрсете береміз, ғылымнан ашып бере береді осылай. Сен алмай жүрсең, міне ашып қойдық, қара, еден сенетін шығарсың дегендей. Сонда не үшін дегенде, хатта ятабайяна лахумул аннахул хаққа. Оған сол адамдарға ақиқат Алла екендігін танығанға дейін. Алланың ақиқат хақ екендігін танығанға дейін осылай көрсете береміз. Бұл процесс Алланың заңдылық процесі да айналып жатыр. Сөйтіп, иншалла, адамдар жаңағындай нәрсен, мен не істеп жүргем осы уақытқа дейін. Сіз айтқан нығметтің қадірін түсініп, өзімнің оразамның өзі осыны шама нәрсені реттейді екен. Бұл бір-ақ нығметі, бір ғана даналығы, оразаның пайдасы, сауабы. Ар жағында, егер бір ғана пайдасының өзі 70-тің үстіне дертке шифа болса, онда ар жағына намазыңыз ше, оразаңыз ше, садақаңыз ше, қанша нәрсені шешіп жатыр. Жалпы Құран оқуыңыз ше, жалпы мұсылман болып жүруіңіз ше, мұсылман болып өтуіңіз ше дүниеден. Қазақ кеше 13 жасында баласын отау иесі қылды да, аттың үстіне қондырып, атқа негізі Ашамайға бірінші отырғызған, жасын білесіздер ғой, сүндетке отырғызған кезі. Ашамайға аттың үстінде отырғызуы баланың, білесіздер, оның дәстүрмен немен келетін болсақ, сол аттың үстінде отырып үйренген бала көп нәрсеге мықты болады негізі. Тұрақты келеді. Атын басқара алған бала адам басқара алады дегенде кішкентайынан бастап отыр, 5-6 жасынан. Одан кейін 13-інде отау иесі қылды да, 13-інде кәдімгідей барып, ана жақтан шекараларды қарап, біздің ауылға қарай жау келатқан жоқ па деген қазақтың ұрпағы едік негізі. 30-ында жаңа орда бұзады дейді. Орда бұзады деген 30-ында күллі елді басқаратын жасқа жетті деген сөз ғой, елді басқарып отырады. 40-ында қамал алады дегенде халықаралық дәрежедегі проблемалар шешіп отырады. Яғни мына қазақ даласының ана жақта басқа ұлттармен байланысын шешіп отқан осындай ұрпақтың бүгін біз осындай бабалардың ұрпағымыз, енді ол сана қайттан келу үшін әрине бізге қорытынды ретінде айтып отқаным ғой, Құранға, сүннетке, сол екеуінің исламға, яғни исламның негізінде пайда болған фундаменттері қаланған өзіміздің қазақы санамызға, қазақы болмысымызға оралсақ, онда бұл далаға қайтадан керемет Міржақыптар, қайтадан Әлихандар, кешегі Мағжандар, барлығы қайтадан дүниеге келетін ақиқат. Бұл дала әлі де алтын құрсақты аналарға толы. Сондай азаматтар тәрбиелейтін. Айтамыз ғой, бізді қазақта бар ғой, бір қолымен ана бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді. Бұл не деген сөз? Бесікті тербеткен баласын әлемге әңгіме айтатындай қылып шығарады. Біз солай тәрбиелегенде аналар. Аналар да өзінің рөлін түсініп, өзінің үйінде отырған кезде бесіктен ана әлдейін айтып, ана нешето нелерді билейтін музыкаларды қосып қойып емес балаңа. Ана жерде әлдейінді айтып кеше қазақылығын. Әлдейдің өзінде қандай мағыналар жатыр. Сол балаңды кішкентай күнінен санасына ірідікті, жаңа Сырым бабамыз ірідікті сіңіріп, ана бала өскен сайын ірі бала болады да. Аттың Ашамайға отырғызған кезде, жаңағы атқа отырғызған кезде балам тақымыңды берік ұста дегендей. Қараңыз, осындай мінездерден иншалла ер мінезді, өр мінезді мықты азаматтар шығады. Мына қоғамда ондай азаматтар жоқ емес, әлі бар, елдің, халықтың қызметінде жүр. Тек қана олармен бітпейді ғой, әрі қарай ұрпақ жалғасады. Біз де кетеміз, артқы буын келеді. Осылай артқы буын жақсы болу үшін иншалла бізге қазақылық та керек, бізге ислам да керек. Мен сіздің сөзіңізге тұздық ретінде осы өзімнің ұл тәрбиесі деген нәрсе менің өзі Алланың қолымен Алла маған ұлдар нәсіп етті. Соларды қалай тәрбиелейміз деген уайымнан туған бір өлеңім бар еді. Соны оқып бағдарламаны аяқтасақ деген ниет қой. Ер болсаң халық сүйіп хақ қолдаған, жігітке одан артық бақ болмаған. Жер бетін билесең де мақтанарда, Алланың құлымын деп мақтан балам. Заңдылық саған бәрі иек артуы, болмасын мінезіңнің кем артығы. Адамзат бір Алланың махаббатын тануы керек ұлым сен арқылы. Аман сау өткін келсе түрлі сыннан, биік қой ақыретті тұрмысыңнан. Ешқашан нағыз қазақ бола алмайсың, егерде бола алмасаң шын мұсылман. Құран бар, түспес кітап тағы көктен, бұйрығын бұзбалланың әмір еткен, бәріне адамзаттың мейірімді бол, жазала жауыздарды әділетпен. Құран мен сүннет дәстүр бар тұғырың, болмасын бойыңды өзге артық ұғым, әкеңнен қос дүниеде озу үшін болуға пайғамбардай талпын ұлым. Иманың нәпсің менен күрес қылып, тұрсын тек жүрегіңнің үні естіліп, жәннатқа жету болсын бар мақсатың, артыңнан адамзатты ілестіріп. Машалла. Әдемі. Бір сондай бір
бата ғой балаға деген. Мәміле мәселесі енді біз түсіндік, жаңағы Алламен мәміле бар, ата анамен бар, жаңағы әйелмен, баламен, оның бәрі мәмілелерді қамтыған ислам. Бірақ қазіргі кезде интернетте болсын, өмірде болсын, мұсылмандарға тіл тигізетін бір топтар бар, бір арсыздық нәрселерді насихаттайтын бір тұлғалар бар, мысалы, ондай өте ұят нәрселер, мысалы, исламда. Сондай топтарға, сондай адамдарға бізді осы кітап қандай мәміле жасауға үйретеді? Әдемі. Жаңағы аяттағы мысал ретінде бағана қарындастың оқиғасын келтірдік. Идфа биллати хия ахсан, өзіңдегі қайтаратын тәсілдердің ең көркемімен қайтар деді ғой Аллах тағала бізге. Сонда жаңағы сенімен дұшпандасып тұрған адамның сенің ыстық досыңа айналғандығын көресің дейді. Бірақ бұған тек қана мыналар ғана жолға алады дейді. Тек сабырлылар ғана дейді. Яғни сізге қазақтың әдемі сөзі бар, таспен атқанды аспен ат деді. Осы мәміле бұл исламның мәмілесі. Түсініңіз ба? Бізге қанша жерде мұсылманға қандай ауыр сөздер айтылса да, бізден шығу керек мәміле мұсылман деген жалпы кім деген сұрақтың жауабын пайғамбар сахабалар қойды. Мұсылман кім өзі деді? Бізге айтуымыз намаз оқитын адам, ораза жоқ. Оның бәрін айтқан жоқ пайғамбар. Мұсылман деген тілі мен қолынан ешкім зиян шекпеген адам мұсылман деді. Мұсылмандық деген нәрсенің өзі биік дәрежеде, тілінен де қолынан да ешкім зиян шекпеу керек. Яғни бұл минимумы ғой. Иә, ең минимумы. Осы нәрсе егер біздің мәмілемізде болса, онда шынымен де исламның көркем мінезі мына қоғамға тезірек жайылады. Керемет көркем мінезі сонда жайды. Егер сізді біреу дініңіз үшін сізге біреу артық сөз айтса, пайғамбарға не айтпады адамдар? Оның қасында біздің естігеніміз мелочь, жай нәрсе. Пайғамбар күнде таңертең 13 жыл бойы, 13 жыл бойы күнде таңертең үйінен шыққан кезде, әй жынды, әй сиқыршы, әй өзіне зікір түскен дейді. Қалай сөйлейді да, мысалы ойлаңыз. Осындай нәрселерді айтып отқан пайғамбарымыз жымиғаннан басқа нәрсе айтқан жоқ. Сонда мұсылманның мінезі қандай дегенде, айбадур рахмани тамшуна алал арди хаунан, шынымен де рахманның, Алланың құлдары жер бетінде тәкаппарланбай, қарапайым жүреді дейді. Міне мұсылмандар осындай. Сосын вайза хатабахумул жахилуна, білімсіз адамдар, жаңағындай білімсіздікпен, ол ана мұсылманға тіл тигізіп жатқан адам білімсіз болғандықтан тіл тигізіп жатыр. Керемет білімді емес ол. Исламды танымай тұр просто. Мүмкін ол академик болуы мүмкін. Проблема жоқ. Просто исламға қатысты білімі жоқ. Сонда айтады, білімсіз адамдар сендерге бір нәрсені жаңағындай аузынан лақтыра саса дейді. Мұсылман мінез қандай? Қалу салама, амандық тілеймін саған деп жымиып өтіп кетесің дейді. Міне мұсылманның әдемі мінезі. Бүгін қоғамда болып жатқан бүкіл жағдаяттарға, бүкіл жағындай қайшылықтардың бәріне біз осындай мінезді көрсету арқылы шынымен де Құранның алып келген мінезін көрсетеміз. Ал оған жұдырық қоссақ ше, оған сөзді қоссақ ше, ол жерде пайғамбар, ол жерде Алланың исламы жоқ. Сіз 10 жерде намаз оқып жүрсеңіз де, сіз 10 жерден тақия киіп жүрсеңіз де, ол жерде Алла мен пайғамбар таппай қаласыз. Сол сәтіңізде таппай қаласыз. Қорытындым, Абу Бәкір пайғамбарымыздың жанында болған кезде, пайғамбардың қасында отыр, ана жақтан бір кісі келеді да, Абу Бәкірге жаман сөздерді айтып жатады. Енді Абу Бәкір туралы аузындағы бүкіл нәрсесін шығарып жатыр, ішіндегі ауыз арқылы, көрдіңіз бе? Қоясын ақтарып жатыр ғой. Иә, қараңыз, үлкен нәрсе сөйленіп жатыр. Сонда Абу Бәкір үндемей, жалалар жалос, бәрін Абу Бәкір үндемей тұр. Пайғамбарымыз жымиып отыр. Пайғамбарымыз жаймен қарап қояды, пайғамбар жымиып отыр. Сосын бір кезде ауыр бір сөз айтып жіберді, шыдамай кетті да, Абу Бәкір де шығара салды сөзді. Сонда пайғамбарымыз орнынан тұрды, кетіп қалды. Абу Бәкір шошып кетті. Пайғамбар неге тұрып? Бағана мен тыныш тұрған кезде, анау сөйлеп жатқан кезде, тіл тигізіп жатқанда, пайғамбар күліп отырды. Енді мен жауап қатып едім, пайғамбар тұрып кетіп қалды. Артынан жүгіріп, "Я Аллахтың елшісі, не болды?" деп сұрағанда, пайғамбарымыз айтады, ана адам дейді, білімсіз адам саған бүкіл нәрсені жала жауып жатыр, бүкіл жаман сөздердің бәрін шығарып жатқан кезде, сен үшін Аллах тағала мұсылмансың ба? Осыған сеніңіз. Мұсылмансыз ба? Сіздің артыңыздан кім не айтса да, сіз үшін оған жауап беретін періштені түсіреді қасыңызға. Бұл сахих хадисте сөйленген. Сенің қасыңа бір періште түсіп, сенің атыңнан оған өзіне жаман нәрсенің бәрін қайтарып тұрған дейді. Сөзіңді біреу сөйлесе аузы ұшып бара ма деген? Сол ғой. Періште сіз сөйлегеннен кейін енді несіне жауап қайтарасыз? Сонда ал сен қашан оған жауап қайтарған кезде періште кетіп қалды да, ібліс келді дейді, шайтан келді. Ал білесің, шайтан жүрген жерде мен болмаймын деді. Мен таппай қаласың деп тұр ғой. Сонда мұсылмандық деген нәрсе жаңағы қолыңның, тіліңнің ешкімге зиян тимеуі, осы мәміле, бағанағы айтқандай бүкіл мәмілелердің барлығы исламға, халыққа исламның осы таралып жайылатын уақыт келді, кезең
дүниеге келді, 30 жыл Аллах тағала бізді тәуелсіз қылды, 30 жылдан бері альхамдулилля ғалымдарымыз, діни басқармамыз, ұстаздары оқып келді, халыққа осының бәрін үйретті. Қазір әліпті таяқты деп білмейтін қазақ жоқ, әлифті бәрі таниды дегендей, жаңа Құранын таниды, мұсылман екенін біледі. Олай болса тек қана енді осы мұсылмандығын көтеріп, Сырым бауырымыз айтқандай іріленетін, сапасына жұмыс істейтін уақыт келді. Ол үшін сапа не? Сапа сенің айқайың ашуың емес, сапа көркем мінезді болуыңда. Алла разы болсын.